Сәлем, достар. Асылхан, привет. Каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін Асылхан футболдан келе жатыр. Біздер челлендж түсіргіміз келіп жатыр. Қандай челлендж? 1000 теңгеге пенесе аламыз. 1000 теңгеге не алу мүмкін, е? Соны көрейік. Мен 1000 теңге и Асылхан 1000 теңге. Солай ма? Кеттік магазинге. Давай Сулифаға. Давай. Сулифа. Сен ба? Давай, 1000 теңгеге шатыстырып бірдеңе аласың. Асып кетпеуге болмайды 1000 теңгеден. Давай ма? Кеттік сладкилер жақ. Тәттілер жерге келдік. Бағаларда жазылып тұр, қара. 165 теңге. 165. Ага. Жарайды. Жоқ, сен 1000 теңге бірінші алып бол, сосын мен алам. Носок потом бірінші тағы не аласың? Тук аласың ба? Колбаско. Қанша болды? Анау 250, анау 165. 410 теңге болды. 410 теңге болды. 415 теңге почти. 415 теңге болды. Нет, это много стоит. Барнейдің бағасына қараңыздар. Мама, сосын өңдеп. Иә. Болатсың ба не? Ой. Ол 1000 теңге. Сосын сен де білесің ба, суға ақша жетпей қалатын? Суға ақша жетпейді сенде. Не, болды ма? Осы үшеуінен қаласың ба? 380 болады. Асылхан келешке ма бірдеңе алам дейді. Керешки, чипсы ма, керешки ма? Чипсыдың кішкентайын аласың. Керешки 220 теңге, да? Енді саған соққа ақша қалды. Жүр, есептейміз қазір. Жетет жар қазір, жүр. Ну, біраз нәрсе алдың, да, сен? 1000 теңге нормально. Соқ мына жерде. Негізі мен соқтан бастап кетем қазір. Печеньен 165 болды, е? Тук 250 болды. Мына 220 теңге. Итого 635 минус 1000 теңге. 365 теңген қалды. Бір соққа жетеді. Кола ма, не аласың? 0,5. Колаларға да ол жақтап кетті. Міне. 370 теңге ма не? Ұқсайды? Рейтинді алсын. Чуть-чуть жетпей қалайын деп тұр. 10 теңгеде. Болдың ба? Иә. Болды, міне. Асылханда 4 саты. Сок, тук, керешки, печенье. Енді мен... 1000 теңгеге қалай алуға болады? Енді менің кезегім. Мен соқтан бастаймын. Бірінші... Соқтан бастап кетейін, братла. Қазір. Сок аласың ба? Мына жерде пико бар екен. Пико қанша да? Мә, пико қымбат екен. 2 теңге. Жоқ, ол компот қой. Жарайды, мен компот ала салайын, арзан екен. 290 теңге екен компот. Еще вишневый ғой. Мынандай компот. Бағасы 290 теңге. Кеттік. Мен өзім түсіре алмаймын, сондықтан короче, мына жақты түсіретін болам. Мен компот алдым 290 теңге. Енді тәтті жерге келдім. Айтпа маған өйтіп. Өзім білем, мен алатынды үйретіп отырғым. Мен аған бағана көріп кеткем.
Короче, 390, 380 и 280. Это сколько будет? Давай теперь мою. Так, Мама еще выбрала этот. қазір есептеймін. 290 плюс 380. Болады 670 минус 1000. Ух ты. Міне саған мен затым аз болып қалайын деп тұр. 3-ақ зат болайын деп тұр. Саған үш ақтап. Мен аны 219 минус 330 минус 220 алсам, менде 110 теңге болады екен. Не алуға болады? Короче, мен аны аламын. Не болды? И аяқта булочка көрейін. Егер булочка түспесе, мынаны аламын. 123 теңге. Сосын менде де 4 сат болады. Самый арзан булочка. Булочкалардың ешқайсысы жоқ. Одан қайта Holiday аламын. Холодей? Иә, жаңағы 123 теңге. Holiday. Жүркет. Что это холодей? Халей. Халей аламын. Неке. Сонымен 123 теңге. Сонымен болды. Мына менікі, үшеуі. Мына төртеуі менікі. Барни. Компот. Мынандай Today и Халей менікі. Мынандай су. Мұны қарашы, мына суына. Қымбат суына. Мынандай су. Мынандай телешки. Мынандай тук. И мынандай печенье. Қазір далада отырып дәмін татамыз. Кеттік. Кассаге. Асылхан, сал ке. Давай, тисе сал. Жоқ, бұны жоқ. Короче, мне чек. Екеміздің чегіміз 2207 теңге болды. Екеміздікі 1100 теңгеден шықты. Иә? Екеміздікі 1100 теңге болып кетті. Ештеңе етпейді, Асылхан? Зато 1000 болып кеткен, 2,5 болып кеткен жоқ. На печеньені біздер 165 теңгеден деп ойлап жүрсек, оказывается, ол 369 теңге екен. Біреу. Фанта, жаңа фиолетовый. Ол 339 теңге екен. Получается, Асылханда уже 600-700 теңге болды. И бисквит, ол менікі. Крекер ода 250 теңге екен, сонымен Асылханда 950 теңге. Сосын тағы не алдың, Асылхан, сен? Сен алдың еще кириешки, кириешки. Сенде уже 1200, короче, 1201 теңге болып кетті, сен ұтылдың. Мына печенье 200 теңгеге қымбат болып тұр ғой почти. Екен, сен ұтылдың. Өзінің печеньесін көреді, ортасында кремі бар екен. Творожный крем. Әдемі екен. Я кайфую. Келесі не попробуй? Тук па? Давай, тукты же. Потом смысл. Біздер таза ауада осылай жегіміз келді. Үйде отырып жегеннен гөрі. Мен де алып жей берейін, одан. Мен қазір мынаны жегім келіп отыр. Мына қандай цвет деп ойлайсың іші? Шоколадный ма? Шоколадный. Сенікі қандай? Вкус? Колбаса. Колбаса ма? Асылхан дұрыс тапты. Неге жедің? Менікі жеп қойдың ау. Асылхан дұрыс тапты, шоколадный. Енді жеме. Вкусный, да? Дай попробуй. Бермеймін я. Өзім жеймін. Бетта. Это мой.
Сенде не қалды келесі аш? Ой, сол. Соқ ішесің ба? Сүндет қалды. Мен келесі не қалды, мен де соны аша берейін, я? Менде мынау бар, әке алып берші. Мынау не? Халлей екен, көреміз онда. Неке Халлейдің іші, Асылхан өзінің фантасын ішіп жатыр. Ал менде не, компот менде, я? Дай попробуй. Мен сенікін жемей жатырмын ғой, менікін жеме. Керешкеңді ашай. Бәріне де ашам. Молоко екен. Асылхан керешкесін ашады. Е, Асылхан? Ja. Екен, андай ашық. Молочный. Ми-ми-ми-ми-ми-ми. Теге ми-ми-мишка. Неге, таз жейін деп жатырмын, басын жейм. Жоқ, құлағын жейм. Құлағын жеп қойдым. Екінші құлағын жеп қойдым. Керешкең дәмін көрсе сен? Я да попробую. Сен өзің алған затын жүрсе, неге менікін жеп жатсың? Сен өзің таңдадың осылардан. Мен саған берейін ба? Сен маған бересің ба? Жоқ, мынада ала салам. Рахмет. Өйткені өзім керешке жегім келіп кетті да. Мынандай компот менде. Қазір ішіп жатырмын. Вишня екен. Вкусный. Тәтті. Достар, мінекей біздер уже жеп болдық барлығын. Таза ауада отырып. Енді сіздермен қоштасамыз. Сіздерге лайк басыңыздар, коммент қалдырыңыздар және тіркеліп кетіңіздер. Пока.